Сот үкімді түсіндіреді. Сот барлық ұсынылған дәлелдемелерді зерттеп, сотталушылардың тағылған айып бойынша кінәлары толық дәлелденген деген тұжырымға келеді. Жәбірленушілердің, куәлардың айғақтары, оқиға орнынан алынған бейнежазбалары бар, заттай дәлелдемелер алынған, қажетті сараптамалардың барлығы өткізілген. Олардың шынайылығында күмән жоқ. Бұл дәлелдемелер сотталушылардың әрқайсының әрекеттерін айқын анықтауға мүмкіндік береді. Шынасылдың нақты Шерзат Полатқа оның өліміне алып келген пышақ жарақатын келтіргені медициналық криминалистік сараптама қорытындысымен бекітілген. Сараптама Шынасылдан алынған пышақ пен пышақ жүзінің сипаттамасына байланысты жарақат келтірілгенін көрсетті. Пышақ Шынасыл көрсеткен жерден тергеу кезінде алынған. Тергеу кезінде Шынасыл кінәсін мойындап айғақ берген. Осы орайда басқа сотталушылардың әрекеттері салдарынан Шерзат Полатқа жеңіл дәрежелі зиян келтірілген. Бұл да сараптама қорытындысымен расталған. Заң бойынша адам өлтіруді адамдар тобымен жасалған деп, егер ол екі немесе одан да көп тұлғалардың бірлесіп жасаған әрекеттермен жасалған кезде танылады. Жоғарыда айтқанымдай, өлімнің себебі бір пышақ соққысынан болған және оны Шынасыл жасаған. Сәйкесінше, ол адам өлтіру бойынша кінәлі деп танылды.